Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен іш майды немесе соғымнан жиналып қалған майларды ерітіп осындай тоң май жасайтын боламыз. Бұл таза әрі табиғи май. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Менде осындай жиналған майлар. Майды тазалап, жуып аламыз. Одан кейін ет тартқыштан өткізсеңіздер болады. Мен ет тартқыштан өткізбеймін. Майды майдалап тураймын. Ет тартқыштан өткізсеңіздер, отходтары өте аз шығады. Сондықтан ет тартқыштан өткізуге тырысыңыздар. Жаңа сіздерге айтып өткендей, бұл табиғи әрі таза майлардың бірі. Біздің ағзамызға өсімдік майлармен қатар жануарлар майы да қажет болады. Ерте заманда әжелеріміз, аналарымыз бұл майды ешқашан ысырап етіп тастамаған. Майды осылай ертіп алып, тамақтарға бауырсақ қуырса да қосатын болған. Осылай мен майларды бәрін ұсақ қылып турап аламын. Одан кейін бұл майды мен тоңазытқышқа қатырып қоямын. Майды бауырсақ пісіргенде сұйық маймен қатар осы майды да қосып пісіре берсеңіздер болады. Және тамақ жасағанда да аз-аздап қосуға болады. Тамақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Сондай-ақ самсаның қатпарлы қамырын жасаған кезде мен міндетті түрде осы майды пайдаланамын. Және қаттама жасасаңыздар да пайдалануға болады. Самсаның қамырын дайындағанда сары майды жаққаннан гөрі сары май мен осы тоң майды араластырып жағатын болсаңыздар, самсаңыз қатпарлы әрі қытырлақ өте дәмді болып шығады. Барлығын турап болғаннан кейін орташа отта майды ертетін боламыз. Еріген майды осылай ыдыстарға сүзіп аламын. Ақ түске енеді. Енді осы пакеттерге салып тоңазытқышқа сақтайтын боламын. Сіздерді осылай майларыңыз қалып қойса, пакетке салып морозильникке жинап, одан кейін барлығын турап, ертіп осылай тоң май жасап тамақтарға қоссаңыздар болады. Бұл тоң майдан тамақтар өте дәмді болып шығады. Егер де менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Баршаңызға рахмет.